Петрдің екінші хаты, 1 бап. Иса Масихтың құлы һәм елшісі Симон Петрден, Құдайымыз һәм құтқарушымыз Иса Масихтың хақлығы арқалы біздер алған қымбатлы сенімге, тең сенімді сыйға алғанларға сәлем. Құдайды һәм иеміз Исаны хақиқаттан біліп баруыңыз арқалы сіздерге мейірім һәм тынышлық мол-мол етіп берілсін. Құдайлық құдіретке ие Иса Масих өзін білуіміз арқалы жасауымыз һәм Құдайдың жолы менен жүруіміз үшін біздерге кереклі болған һәм мен нәрсені берді. Ол біздерді өз ұлылығын һәм игілігін алуымыз үшін шақырды. Құдай өз ұлылығы һәм игілігі арқалы біздерге жүдә үлкен һәм қымбатлы уәделер берді. Солай етіп, бұл уәделер себеплі сіздер дүниядағы жаман қалеулерден құтылып, құдайлық табиатқа шерік боласызлар. Сонлықтан сіздер бар күшіңізді сарп етіп, сеніміңізге жақсылықты, жақсылыққа білімді, білімге нәпсіні тыюды, нәпсіні тыюға сабырлылықты, сабырлылыққа Құдайға бағышлануды, Құдайға бағышлануға туысқанлық сүйіспеншілікті, туысқанлық сүйіспеншілікке сүйіспеншілікті қосып арттырыңлар. Егер бұл жақсы қасиетлер сіздерде бар болып, артып атырған болса, онда иеміз Иса Масихты білуде табыссыз һәм жеміссіз болмайсыз. Бұл жақсы қасиетлерге ие болмаған адам ұзақты көре алмайтұғын соқыр адам болғаны. Ол бұрынғы күналарынан тазаланғанын ұмытқан адам демек. Сонлықтан хей туысқанларым, Құдайдың сіздерді шақырғаны һәм таңлап алғаны хақиқат екенін көрсету үшін еліде күш ғайрат салыңлар. Осылай істесеңіз, ешқашан сүрінікпейсіз. Солай етіп, иеміз һәм құтқарушымыз Иса Масихтың мәңгілік патшалығына кіру жолы сіздерге кең ашылады. Сол себептен сіздер бұларды біліп, өзіңіздегі хақиқатты бекем тұтсаңлар да, мен осыларды сіздерге һәмме уақыт еслетіп тұруға таярман. Бұл дүниеде жасаған уақытымда ядыңызда болған нәрселерді еслетіп тұруды дұрыс деп таптым. Өйткені иеміз Иса Масихтың маған білдіруі бойынша бұл дүниеден айырылатұғын уақытымның жақын екенін білемен. Мен бұл дүниядан кеткенімнен соң да бұларды һәмме уақыт еслеп тұра алуыңыз үшін жан тәнімменен тырысаман. Біздер иеміз Иса Масихтың құдіретін һәм қайта келуін сіздерге мәлім еткенімізде, яттан ойлап табылған аңызларға текарланбадық. Ал оның ұлылығын өз көздерімізбен көрген едік. Себебі құдіретлі һәм ұлы Құдайдан Исаға: "Бұл менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзаман" деген саза естілгенде, ол Құдай әкеден даңқ һәм салтанат алды. Оның менен бірге Мұхаддес тауда болғанымызда, аспаннан келген осы сазаны біздер де естідік. Және біздерде еліде сенімлірек болған пайғамбарлардың сөздері бар. Таң атып, таң жұлдызы жарқырағандай, жүректеріңіз толық түсінік алатұғын күнге дейін қараңғы жерде нұрын шашқан шыраға ұқсаған пайғамбарлардың сөздеріне диққат аударсаңыз, жақсы қыласызлар. Алдыменен мынаны біліп қойыңлар: Мұхаддес жазуда болған ешбір пайғамбаршылық сөзін ешкімге өз бетінше түсіндіруге болмайды. Өйткені ешбір пайғамбаршылық сөзі адамның қалеуіменен айтылған емес. Ал Мұхаддес рух тарапынан басқарылған адамлар Құдайдың сөздерін айтқан. Петрдің екінші хаты, 2 бап. Бірақ бұрын Израиль халқы арасында жалған пайғамбарлардың болғаны сияқты, сіздердің араңызда да жалған ұстазлар болады. Олар араңызға жасырын түрде азғын талиматлар кіргізіп, хәтте өзлерін өз қанын төлеп сатып алған иесін де тән алмайды. Солай етіп, бұндайлардың іс-әрекеті оларды тез арада набыт болуға алып келеді. Көп адамлар олардың бұзықлығына ереді. Олар себеплі хақиқат жолына тіл тиеді. Олар напсқаулықпенен өзлері ойлап тапқан жалған сөздер айтып, сіздерден пайдаланады. Олардың хүкімі әуелден ақ таяр тұрған болып, олар көп кешікпей набыт етіледі. Себебі Құдай күнә істеген періштелерді де аямаған. Оларды хүкім етілетұғын күнге дейін сақлансын деп, тас түнек дозаққа лақтырып, қараңғылыққа қамап қойыпты. Құдай Құдайсызлардың дүниясына су тасқынын жібергенде, айемгі дүнияны да аямады. Бірақ хақиқатлық жаршысы болған Нухты һәм оннан басқа 7 адамды аман сақлап қалды. Содом һәм Гоморра қалаларында хүкім етіп күлге айландырды.
бұл арқалы келешекте құдайсызлардың басына түсетұғынларды мысал етіп көрсетті. Ал ар-намыссыз адамлардың бұзықлығынан азап шеккен хақ адам Лутты Құдай құтқарды. Олардың арасында жасаған бұл хақ адамның олардың нахақ іслерін көріп, һәм естіп тұрып, пәк кеулі күн сайын қиналатұғын еді. Солай етіп, Құдай өз жолыменен жүретұғын адамларды қиыншылықлардан қалай құтқаруды, һәм нахақ адамларды үкім шығарылатұғын қиямет қайым күніне дейін қалай сақлап жазылауды біледі. Әсіресе, өзінің күнәкар табиатының бұзық қалеулеріне беріліп, Құдайдың билігін менсінбейтұғын нахақ адамлардың тағдыры ұсылай болады. Сол сияқлы, ұятсыз һәм өжет адамлар болған жалған ұстазлар ұлылыққа ие болғанларға тіл тигізуден қорқпайды. Періштелердің күш һәм құдіреті жалған ұстазлардан анағұрлым ұлырақ болса да, періштелер Құдай алдында оларды масқаралап айыпламайды. Бірақ бұл жалған ұстазлар өзлері түсінбейтұғын затларға тіл тигізеді. Ұсылап алынып, набыт қылыну үшін туылған, санасыз һәм табиғи сезім бойынша жасайтұғын хайуанлардай болған олар, сол хайуанлар сияқлы набыт болады. Олар істеген жаман іслеріне лайық жаза алады. Бұлар күндіз айшы әшіретке берілуді өмірдің мазмұны деп біледі. Сізлердің жүзіңізді қара қылып, дақ түсіретұғын бұл адамлар сізлерменен бірге зияпатта отырғанда өз өтірігінен рәхәтленеді. Олардың көзлері бұзықшылыққа толған болып, олар үзіліксіз күнә іслейді. Сенімі хәлсіз адамларды жолдан азғыратұғын бұл адамлар, нәпсқау һәм ғарғыс ұрған адамлар. Туры жолды таслап адасқан олар, нахақ жолменен пайда көруді жақсы көрген босыр ұлы баламның жолын тұтты. Бірақ ол іслеген күнәсі үшін ашқара етілген еді. Тілсіз ешек тілге кірді. Ол адамдай болып сөйлеп, пайғамбардың ақылсыз ісіне тосқынлық жасаған еді. Бұл адамлар сусыз бұлақлар, дауыл айдаған думан. Олар үшін тас түнек қараңғылық таяр тұр. Өйткені олар надұрыс жолменен жүретұғын адамлардан жаңа ғана құтылғанларды бос һәм лап сөзлерменен алдап, күнәкар табиаттың бұзық қалеулеріне баслайды. Өзлері азғынлықтың құлы бола тұра, оларға азатлықты уәде етеді. Себебі адам неден жеңілсе, соның құлы болады ғой. Адамлар иеміз һәм құтқарушымыз Иса Масихті біліп, дүнияның нәпәкіліктерінен құтылғаннан соң, және сол нәрселердің тұзағына түсіп, олардан жеңілсе, онда кейінгі ауқалы бұрынғыдан да бетер болады. Өйткені хақиқатлық жолын білгеннен соң, берілген мұхаддес бұйрықтан жүз бұрғаннан көре, бұл жолды еш білмеген олар үшін жақсырақ болар еді. Олардың өмірінде ұшырасатұғын бұндай ауқалға мына нақыл сөзлер туры келеді. Ит өз құсығына қайтады. Шошқа жуындырылғаннан соң барып батпаққа аунайды. Петрдің екінші хаты, 3 бап. Сүйіклі туысқанларым, бұл менің сізлерге жазып атырған екінші хатым. Мен екі хатымда да мұхаддес пайғамбарлардың алдын ала айтқан сөзлері һәм құтқарушы иеміздің елшілері арқалы берген бұйрығын еске түсіруіңіз үшін сізлерде пәк ой пікірлерді оятуға әрекет еттім. Ең алдыменен мынаны біліп қойыңлар. Дүнияның ақырғы күнлерінде өз жаман қалеулеріне еретұғын мазақ етушілер пайда болады. Олар сізлерді мазақ қылып, иеңіздің қайтып келемен деген уәдесі қане? Ата-бабаларымыз дүниядан өткеннен бері һәммен нәрсе қалай жаратылған болса, елі солай тұрыпты ғой, дейді. Себебі олар Құдайдың сөзіменен аспанның жүдә әйемгі уақытларда бар болғанын, һәм жердің су арқалы судан жаратылғанын жортаға білмегендей болады. Сол ескі дүнияда ұсы су тасқынынан набыт болған еді. Ал әзіргі аспан һәм жер болса, отта жану үшін Құдайдың сол сөзіменен сақланып, Құдайсыз адамлардың хүкім етіліп, набыт болатұғын күніне шекем қорғалып тұрыпты. Сүйіклі туысқанларым, бірақ тек мынаны естен шығармаңлар. Иеміздің нәзерінде бір күн 1000 жылдай, 1000 жыл бір күндей. Айырымлар кешікті деп есаплағандай, иеміз уәдесін орындауды кешіктіріп атырған жоқ. Керісінше, ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сізлер үшін сабырлылықпенен күтіп тұрыпты. Дегенменен,
иеміздің қайтып келетұғын күні ұрыс сияқлы күтілмегенде келеді. Сол күні аспан ұлы гүрсілді менен жоқ болады. Аспан денелері жанып кетеді. Жер һәм жер бетіндегі әрбір нәрсе жанып күлге айланады. Һәмме нәрсе осы тәрізде жоқ болып кететұғын болса, сізлер қандай адамлар болуыңыз зәрүр? Сізлер мұхаддис болып жасап, Құдайдың жолыменен жүруіңіз керек. Құдайдың күнінің келуін сағына күтіп, оның келуін тезлетуіңіз лазым. Өйткені сол күні аспан жанып жоқ болады. Аспан денелері де күшлі ысыдан еріп кетеді. Бірақ біздер Құдайдың уәдесі бойынша хақлық орнаған жаңа аспан менен жаңа жерді күтеміз. Сондықтан, хей сүйіклі туысқанларым, осыларды күтіп жүрген екенсіз, Құдайдың алдында кемшіліксіз һәм мінсіз болуға бар күшіңізбенен әрекет етіп, тыныш жасаңлар. Сүйіклі туысқанымыз Павелдің де өзіне берілген даналығы менен сізлерге жазғанындай, иеміздің сабырлығын құтқарылу пұрсаты деп есаплаңлар. Павел барлық хатларында осы хақында сөз етеді. Оның хатларында түсінуге қиын болған базы бір жерлер бар. Надан һәм тиянақсыз адамлар басқа мұхаддис жазуларды бұрмалағаны сияқлы, оларды да бұрмалайды. Осы іс-әрекетлері оларды набыт болуға алып келеді. Солай етіп, хей сүйіклі туысқанларым, бұларды алдын ала біліп қойыңлар. Ар-намыссыз адамларға еріп, өзлеріңіздің беккем негізіңізді жойтып қоймауыңыз үшін сақ болыңлар. Иеміз һәм құтқарушымыз Иса Масихтың мейіріміне бөленіп, оны білуде өсіп барыңлар. Хәзір һәм мәңгіге оған даңқ болсын. Аумин.